Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Каспий өңірі болашақ колледжінің сәулет мамандығының жобалаушы техник біліктілігі бойынша кәсіби бағдар дайындаған А19 тобы кураторы, бірінші санатта арнайы пәндер оқытушысы Төлешова Нұрсұлу Камидулиевна. Архитектура, сәулет өнері, құрылысты жобалау, салу, оған көркемдік бейне беру өнері. Архитектура туындылары адамның күнбе-күнгі тіршілігін ортасын қалыптастырады. Олар әртүрлі қажеттіліктерді атқаруға арналған және адамның эстетикалық талғамына жауап бере алатындай болып салынған тұрғын үйлер, қоғамдық ғимараттар, өнеркәсіптік кешендер болып келеді. Сәулет мамандығының студенттері мамандық жобалаушы техник болғандықтан компьютер құрылғысы арқылы AutoCAD, Archicad, CorelDRAW, 3D Max, тағы да басқа бағдарламаларды үйренеді. Оқу орнында мамандыққа керекті тәжірибелерден өтеді. A4, A1 форматында сурет салу, сызба жұмыстарын жасау, жоба жасауды, түрлі макет жасауды үйренеді. Сәулет өнері, техника, ғылым және өнермен тығыз байланысты. Қазіргі заманда адамдар сәулетті де салтанатты өмір сүргілері келеді. Сондықтан сәулет өнері де адамдардың талғамына қарай әрқашанда даму үстінде. Колледж студенттері облыстық республикалық конкурстарға, кәсіптік чемпионаттарға қатысып, жүлделі орындар иеленіп жүр. Ендеше сіздерді Каспий өңірі болашақ колледжінде сәулет мамандығы оқуына шақырамыз. Біз сіздерді күтеміз.